Мысықтар қандай түстерді көреді? Зоолог ғалымдар ұзақ уақыт бойы мысықтардың түсті немесе ақ-қара көру қабілетін анықтауға тырысты. 20 ғасырдың ортасына дейін мысықтардың монохромды көру қабілеті бар деп есептелді, бірақ көптеген зерттеулер мысықтардың түстерді ажырата алатынын дәлелдеді, бірақ адамдар сияқты емес. Біздің әлем мысықтарға қандай түстерде көрінеді? Олар қызыл, қызғылт, сары және сары сияқты түстерді ажырата алмайды. Бірақ олар жасыл, көк және сұр түстерді тамаша көреді. Сонымен қатар көк пен көгілдір, сондай-ақ ақ, күлгін және сары түстер арасындағы айырмашылық олардың көру органдарымен бекітілмейді. Сондай-ақ мысықтар сұр түстің көптеген реңктерін ажырата алады деген пікір болды, атап айтқанда шамамен. Бұл нұсқаның негізі үй мысықтары көбінесе тышқандар мен егеуқұйрықтарды аулайды. Олардың жүні сұр қоңыр реңктермен боялған. Өйткені дәлелденген көздің нашар жарықтандыру жағдайында мысықтар сұр түсті ажырату қабілетін сақтайды. Содан кейін бұл жануарлардың оның көптеген реңктерін ажырата алатындығы туралы нұсқа расталған деп санауға болады.